Бүгін 31-ші арна жариялаған бір айлық алғыс марафоны аяқталды. 30-шы қарашадан басталған риясыз алғыс айту шарасына республиканың түкпір-түкпірінен 2000-ға жуық адам қатысып, жақынына, дәрігеріне, ұстазына, досына жақсылық жасаған жақсы адамға алғыстарын жаудырды. Барлығы бірдей эфирден берілмесе де, біздің редакторлар әр қайсыңыздың хатыңызды оқып, жып-жылы жазбалармен түгел танысты. Бір басы Атыраудың Ақкөлінен, бер жағы Алматы облысы Райымбек ауданының Қаратоған ауылынан алғыс арқылы жеткен лебіздерлегі келесі бейне материалда. Сол білімді беріп жатқан, бастарын үлкен жауапкершілікке қойған ұстаздарыма және де мектеп директоры Бұқабаева Құралай апайыма алғысымды білдіремін. Алғысым шексіз. Нұрсұлтан қаласында ана мен бала орталығының балалар хирургия бөлімінде ота жасалды. Ота жасаған інімнің алтын қолды дәрігері Есен Шукаев Рашидовичке отбасымыздың атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Атырау облысы Ақкөл ауылының кішкентай тұрғыны Айару інісіне ота жасаған ақ халатты абзал жанға алғысын білдірсе, 6 айлық бөпесін құшағына бөлеген Әсем Аманғалиева Талдықорған орталық перзентханасының дәрігерлеріне рахмет айтты. Отасыз табиғи жолмен босанып тәп-тәтті балапанымды қолыма алдым. Өз алғысымды дәрігер Айгүл Мырзахановна мен медбике Ақмарал Амрееваға және де сол жерде қатысқан дәрігерлерге айтсам деп едім. Қызылорда облысы Қазалы аудандық ауруханасы кардиология бөлімінің меңгерушісі Ләззат Жұбановаға Тұрарбай Келдібаев есімді азаматта алғысын айтты. Айта кету керек, алғыс марафонына әсіресе дәрігерлерге ерекше ықыласын білдіріп тілегін жаудырғандар тым көп болды. Тілі енді шыққан балақай да рахмет айтты. Індет кезінде төсек тартып қалған жерімнен басымды көтерді деп ақжаулықты әжей де алғыс айтты оларға. Ана малдың жағын айырып жатыр. Марафонда әкесінің мықты қасапшы екенімен мақтана алғыс жолдаған сәби де болды. Қасындағы күйеуіне сезімін жолдай рахмет айтқан келіншек те қатысты. Саржан, менің байым болғаның үшін, 3 баланы тудырғаның үшін, түйенің жаретіндей болсаң да ботақаным деп еркелеткенің үшін мың алғыс. Осы уақытқа дейін айрықша алғыс айтылған 20 адамға бағалы сыйлықтары жолданып жатыр. Ал бүгін ерекше түсірілген алғыс иелерінің біріне бас жүлде табысталады. Ирина Светчаңызына Табулхаиров, Информ бюро, Алматы. Дәл қазір алғыс видеосын жіберген 20 үздіктің ішінен жеңімпазды анықтау үшін арнамыздағы Кел татуласайық бағдарламасының жүргізушісін, өзде талай елді татуластырып алғыс салып жүрген Тахир Сұлтанды шақырайық. Тахир, қайырлы кеш. Сәлем, Аида, қалайсың, амансың ба? Мерекелі көңілге қалай, бізде бәрі жақсы. Менде де керемет. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті біздің сүйікті арнамыздың қымбатты да қадірменді көрермендері. Тахир, қазір мына 12-ші айфонды ойнатамыз. Одан бұрын өзіңізден де сұрайыншы. Биылғы жылы сіз кімге ерекше алғыс айтқан болар едіңіз? Мен шын мәнінде биылғы жылы әрине бірінші өзімнің аналарыма, сондай-ақ біздің арнамыздың бағдарламасы, Кел татуласайық бағдарламасын көріп жүрген қаншама адамдарды татуластырғанымыздың арқасында маған ерекше бір өзінің алғысын, рахметін жолдап жатқан барша біздің сүйікті көрермендерге алғысын білдіргім келеді. Сіздерге алғысым шексіз. Аман болыңыздар. Жақсылық болсын, келе жатқан жаңа жыл жақсылығымен енсін, тату-тәтті өмір сүрейік деп айтқым келеді. Жақсы. Ал құрметті көрермен, бір ай бойы алғысқа толы видеоларды жаудырдыңыздар. Біз ішінен ең үздік 20 оқиғаны анықтадық. Енді айфонның есін қазір бірге білейік. Ол үшін мына лототронды айналдырамыз. Біздің қонағымыз Тахирдің оң қолымен жеңімпаздың есімін анықтаймыз. Осындай 20 ақшардың әр қайсына үміткеріміздің, леттерде көрсетілген үміткерлеріміздің есімдерін нөмірге белгіледік. Мен бірінші ұстап көрейінші, шын айфон ба? Иә, шын айфон екен, құрметті көрермендер. iPhone 12 ұялы телефон. Қазір біз 20 үміткеріміздің біріне жолдаймыз, сыйлаймыз. Бастай береміз ба? Сонымен кеттік. Кеттік. Ал, бісміллә. Бақ шабама, бап шабама. Қазір оны көреміз. Қарамаймын. Сол қолмен емес, енді оң қолмен дейін айтқаннан кейін мен оң қолмен алайын шарды. Қарап тұрған жоқпын. Соныменен 5 нөмірлі шар. 5. Бұл кісі кім екен? Міне, летте жазылып тұр, 5-ші нөмірдің есі Алтынай Жетесова, Ақтөбе қаласы. Ақтөбе қаласының тұрғыны Алтынай Жетесова. Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз.
мынау 12-ші iPhone сізге сыйлық. Жасаған жақсылығыңыз еленсін, қашанда алғысқа ие бола беріңіз деп айтқым келеді. Ал біз үміткеріміз жайлы анықтама бере өтейік. Ол 9 жастағы Ақтөбе қаласының тұрғыны, өзінің ата-анасына, яғни тәрбиесіне алған ата-анасына алғыс айтқан екен. Ол отбасының 21-ші баласы. Алтынай, жаңа iPhone құтты болсын. Міне, сыйлығымызды бірер күннен кейін соң өзіңізге жіберетін боламыз. Тағы да құтты болсын айтамыз, Тахир. Шын мәнінде құттықтаймын. Бұл менің ойымша енді нағыз осы ұялы телефонға лайықты алғыс айту ғой деп айтар едім. Рахмет келгеніңізге, жұмысыңызға табыс, отбасыңызға амандық, береке тілейміз. Жаңа жыл құтты болсын келе жатқан. Көп рахмет сіздерге де жаңа жылдарыңызбен. Қашанда жақсылармен тату болған сіздермен бірге мен Тахир Сұлтан. Аман болыңыздар. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз. Жаңа жылда аман есен, эфирде қайта жүздесейік. Отбасыларыңызға амандық тілейміз. 2021 жыл қуанышқа, шаттыққа, бақытқа, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Аман сау болыңыздар.